Ана тілін арың болып, ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Железнова Юлия. Ақмола облысының Бурабай ауданында туып өстім. Еліміздің ең әдемі және көркем жері Бурабай өңірінде біздің отбасымыздың бірнеше әулеттері өсіп жетілді. Ата-анам менің қазақ тілін үйренуге деген қызығушылығымды 5 жасымнан байқап, барынша қолдау көрсетті. 10 жасымда мемлекеттік тілде еркін сөйлеу мен жазу мүмкіндігіне ие болдым. Бірақ сонда да өз білімімді ары қарай жетілдіруге жалыққан емес. Щучье қаласындағы педагогикалық колледжінде қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығы бойынша білім алдым. Бүгінгі күні ашық аспан астындағы Ботай-Бурабай музейінде экскурсия жүргізуші қызметін атқарамын. Ботай-Бурабай бұл археологиялық этнографиялық бірегей кешен. Оның басты ерекшелігі ежелгі адамның алғаш рет жылқыны қолға үйреткендігі, сонымен қатар көшпенділердің алғашқы үйлерінің құрылғандығы болып табылады. Сөз соңында ұлтымызбен ерекшеленсек те, бәріміз бірге бір үлкен елдің халқымыз дегім келеді. Тіл мәртебесі, ел мәртебесі, өз тілім түрлік үшін, өзге тілім бірлік үшін дегендей, мен өз жұмысымда да, өмірімде де мемлекеттік тілді барынша насихаттауға тырысамын. Мемлекеттік тіліміз өсе берсін.